Мен Бауыржан Момышұлы атындағы нөмір 45-ші Қазақ классикалық гимназиясының 7-ші курсының білім алушы Айжан Тәңірбек. Жорық кезіндегі алғашқы медициналық көмек туралы видеоны сіздерге ұсынамын. Суықтанған кезде зардап шеккен адамды жылы жерге апарып, жылы шай немесе сүт беру қажет. Ол дененің жалпы температурасын көтеруге көмектеседі және қан айналымын қалпына келтіруге әсерін тигізеді. Жарақаттанғанда ең алдымен қан ағуды уақытша тоқтату, байлау немесе жгут салу және инфекцияның түсуінің алдын алып, жараның бетін тазалау керек. Жарада микробтардың болмауы оның тез жазылуына септігін тигізеді. Қол немесе аяқ сынған кездегі алғашқы медициналық көмек. Естен тану кезіндегі ең алғашқы көмек. Улы жәндіктер мен жылан шаққан кезде зардап шегушінің қозғалмауын қадағалаған жөн. Себебі қозғалыс адам денесіне удың тез таралуын тездетеді. Егер зардап шегушінің қолын шаққан жағдайда білегін байлап қоямыз. Бұл удың таралмауына көмектеседі. Жараны саусақпен басып, уды қатты сору қажет. Уды үздіксіз 15 минут сорып, түкіріп шығару қажет. Ең алдымен күйген теріні салқын судың астында 15 немесе 20 минут ұстап тұрамыз. Зақымданған теріге тіс пастасын жағудың қажеті жоқ. Оның қоспасы теріге кері әсерін береді.